Менің әйелімде мысалы гифқа қатыспай тұрған кезде ода тек екеуміздің ғана фотомыз болатын, свадьба кезінде түскен. Қандай болады ғой? Өстіп түсесің да? Басты әшейін біреудің косметшаларына қоя салады ғой кәдімгідей. Тура сондай фото болатын. Қазір ішіне кірсең миллион фото ғой, миллион. Авто хочу от дейтін бар емес па? Миллион фото ғой, ана бар ғой. Обновить етіп жіберіп күтіп отырасың, ана бар ғой, тағы шығар деп. Менің қатынымның инстаграмында маған қарағанда энененің фотосы көп қой, ананың ішінде бар ғой. Бір күні жылап келіп тұр маған, не болды десем, гифте ұтылып қалдым дейді кәдімгідей. Нормально ғой, күнде ұтылып жүрсің ғой, нормально емес па десем. Оқыған намаздан қылған дұғаларым ше дейді. Мен оның не үшін намаз оқып жүр екенін түсінген жоқпын, короче. Бір күні аттық та кәдімгідей бар ғой, Данияр тұр дейді. Шошып кетіп, не болды десем, наконец-то ұттым дейді кәдімгі. Мен де қуанып кеттім, настроение кайфқа. Молодец, не ұттың десем, beauty box дейді. Алла жар болсын деді мана кәдімгі.